Iris Media. Ata sakata awa viwata ata usino sasulian ata awa Бір 1954 жылдың 2 қазанында Түркменстан елінің Қызыларбат қаласында тұратын көп балалы қазақ отбасында ер бала дүниеге келеді. Қалмұратовтар әулетінің ұрпағын жалғайтын сәби жанұядағы 7-ші бала еді. Әкесі Мұхаммед пен анасы Миуа нәрестенің есімін халқына пана болар нағыз жігіт болсын деп Азамат деп қояды. Баланың 10 жасқа дейінгі балғын балалық шағы осы Түркменстан жерінде өтті. Әкесі Қызыларбат қаласындағы кәсіптік техникалық училищенің директоры қызметін атқарды. Анасы болса 11 баланың тәрбиесімен айналысып, үй шаруасында болған жан. Қолы босағанда жібі иіріп, киім тоқып, одан қалса алаша кілем тоқытатын. 1964 жылы Қалмұратовтар әулетінің үлкен қызы Алматыда техникалық жоғарғы оқу орнын бітіріп, жолдамамен Жаңаөзенге жұмысқа жіберіледі. Балалардың алды туған елге барып орнығып жатқан соң, отбасыда көшу туралы ұйғарымға келеді. Осылайша ат басын Маңғыстау облысындағы Қызылсай ауылына келіп тірейді. Жанұя ата қонысына бірден сіңісіп кетті. Балалар мектепке қабылданып, ересектер жұмысқа орналасты. Әкелері Мұхаммед ауылдағы орта мектепте сабақ берді. Ер жетіп, 8 сыныптан кейін Азамат та отбасының ауыртпалығын бөлісіп, жылумен қамтамасыз ету мекемесінде сантехник слесарь болып жұмыс істейді. 1972 жылдың күзінде әскер қатарына шақырылып, отан алдындағы борышын Грузия, Армения қалаларында өтеді. Жас жігіт әскерде жүргенде жандосы Екібай мен оның келіншегі Ағибадан хат алысу барысында Тамара туралы естіп, сырттай біліп жүреді. Айта кететін жайт, асыға күтетін хаттар ол кезде апталап жүретін. 1974 жылы өзіне жарасымды әскери киіммен елге оралады. Әскерден келе сала, Ағибаның айтуымен нан дүкенінде практика өтіп жүрген Тамараға барып, жеке басты танысады. Қуақылығын салып, болашақ жарының көңілін өзіне лезде қаратып алады. Жұмыстан кешкі сағат 10-да шығатын бойжеткен үйге сіңлісі Ағырыспен қайтатын. Осылайша, осындай кешкі серуенге Азамат та қосылатын. Бір-бірінің көңілін тапқан қос ғашыққа Ағарыс тәнті болып, Азаматқа ризашылығы мен сенімін артып, соңынан олардың жұптарына ілесуінде тоғарды. Азамат пен Тамара 1976 жылдың 17 шілдесінде отау құрып, өнегелі жанұя болып, бақыттың бағында бір шаңырақ астында 5 перзент сүйіп өмір сүреді. Олардың тәрбиесіне үлкен мән беріп өсіреді. Екеуінің ерлі зайыпты ретінде бір-біріне деген адал да нәзік сезімдері көпке үлгеді. Олар қашанда өзара тату, бір-біріне сүйеніш, тіреніш бола білген жандар. Азамат Мұхаммедұлы үйленгеннен кейін өзендегі технологиялық көлік басқармасында жүргізуші болып жұмыс істейді.
су құбырларымен жабдықталмаған шалғайдағы бұрғылау кешендеріне су тасымалдады. Жұмысына аса жауапкершілікпен қарайтын, техниканы күтіп ұстайтын жас маман өзгелерге үлгі ретінде партия қатарына қабылданды. Елді жұмыссыздық билеген 90-шы жылдарда қиын қыстау кезінде Азамат қол қусырып отырмады. Қаламқас, Қаражанбас мұнай кен орындарында вахталық қызмет істеп жүрді. Өзен саяжайларынан жер алып, алғашқылардың бірі ретінде жылыжай салып, қызанақ пен қиярдың түрлі сұрыптарын егіп, су жоқ жерге де егін егуге болатындығын көрсетті. Бұған қоса мал шаруашылығымен айналысып, қой, жылқы бағып, сауынға түйе ұстады. Азамат Мұхамедұлының бір ерекшелігі жануарды өте жақсы көретін, олардың күтіміне көңіл бөліп, баптап, тілін таба білетін. Азамат Мұхамедұлы сонымен қатар өз жұмысын елде болып жатқан экономикалық өзгерістер мен нарықтық экономиканың талаптарына сай бейімдеп, тың бастамаларды енгізуге тырысты. 90-шы жылдарда өз жылыжайынан шыққан өнімдерді алғашқылардың бірі болып нарыққа шығарды. Бұған қоса, сол кездері тың әдіс болып саналатын жылқы, қой, ешкі малдарын бордақылап, табысты кәсіп жасады. Нағыз қазаққа тән қасиет, жылқы малын өте қатты жақсы көретін. Оларға дер кезінде екпе жасатып, өрістен келген кезде жем беріп отыратын алғашқылардың бірі болып, жылқыларына төл құжат жасатып, олардың қауіпсіздігі үшін қараңғыда жарыққа шағылысатын жолақтар тақты. Азамат Мұхамедұлы сонымен бірге 2000 жылдан бастап биогумус өндіру жұмысымен айналыса бастады. Бұл өсімдік қалдықтарымен қоректенетін калифорниялық зиянсыз шылаушын жәндігі шығаратын табиғи тыңайтқыш. Оны өсіруді, түрлі қораптарды, тыңайтқышты құрттан айыратын электросепаратты өз схемасымен жасап құрастырып іске қосты. Биогумус жұмысын дұрыс жолға қойып, мұқтаж адамдар өнімдерін алып, ақыл кеңестерін алып, нәз болып жататын. Биогумус өндіру технологиясын кеңінен меңгерді. Қыр-сырын түсінгісі келген жастарға толық түсіндіріп, тәжірибесімен бөлісті. Азамат Мұхамедұлы осылайша қандай жұмыс болмасын, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін. Ағамыз халқының игілігі үшін аянбай тер төге жүріп, өз отбасының ұйтқысы, алтын діңгегі бола білді. Бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін, қырмызы гүлде жайнаған қыздарын еркелетіп, оларға әкелік ақылын айтып отыратын. Ал ел балаларды іргетас құю, кірпіш қалау, ағашпен жұмыс істеу сияқты сырт жұмыстарына баулайтын. Азамат Мұхамедұлының жеке қасиеттері жайлы айтар болсақ, мінезі жұмсақ болғанмен турашыл адам еді. Балаларына барлық адамды бірдей көріңдер, жүректерің таза болсын, басқа адаммен қарым-қатынастарың келіспей тұрса да, оған деген сый-құрметпен қараңдар дейтін. Азаматтың ата-анасы оның бауырмалдығын өзінің әкесіне ұқсатып, жүрегі жұқа, ақ көңілдеп отырушы еді жарықтық. Бұған қоса өте әзілқой, өмірдің әртүрлі қырына анекдоттары дайын тұратын. Әңгімені жұмсақ дауысымен нақышына келтіріп айтатын. Жиын тойларда, отбасылық мерекелерде тойдың сәнін келтіріп, отырыстарды қыздырып, биден ортаны бермей, жиналған жұртты жұмылдыра білетін. Өзі тәрбиеленіп өскен үйдегі балалардың көбі қыз болғандықтан ба, Азамат Мұхамедұлының мінезі жібектей нәзік болды. Үлкен апалары Әлпия, Зинаны анасындай құрметтейтін. Тетелес апасы Мариям мен Нинаны, өзіне тетелес қарындасы Зульфия мен құрдасындай болатын. Ал кіші қарындастары еркелете білетін. Сонымен бірге өзінің бауырлары мен балдыздарын бірдей көретін, арасын жіктемейтін. Азамат Мұхамедұлының тағы бір ерекше қасиеті көмекке зәру, мұқтаж адамдарға әрқашан қол ұшын созатын. 1999 жылдары өз шаруашылығы мен көршілес қожалықта еңбек етіп жүрген әкелі балалы екі адаммен танысады. Құрылыс материалын түсіріп жүріп, сол жандарға
азық түлік тәттілерді қалдырып кетеді. 2005 жылы шаруашылығын Ақтау қаласына көшіргенде сол адамдардың өтініші бойынша өзімен ала кетеді. 2007 жылы ағасындай болып кеткен Зейнұрмен Башқұрстан еліне барып, анасы, бауырларымен танысып, қонақ болып келді. Осы күнге дейін отбасымен араласып тұрады. Ал баласы Альберт осында тұрақталды. Оны өзінің баласы ретінде қабылдап, бауырына басып, аяққа тұрып кетуіне септігін тигізді. Азамат Мұхамедұлы жары Тамара мен балаларының лайықты тәрбие мен жоғары білім алуына жағдай жасады. Қазіргі уақытта балаларының бір қатары бір жанұя болып өрістерін кеңейтті. 2001 жылы үлкен қызы Айнагүл тұрмысқа шықса, 2010 жылы ұлы Қанатты үйлендірді. Ляззатын қиясына қондырды. Ал 2019 жылы кенже қызы Ақ кенжені ұзатты. Құдайға шүкір, осы балалардан тараған немерелер мен жиендердің қызығын көріп, ата бақытына кенелді. Әсіресе ең кенжетай жиені Айланы қызық көретін, келсе балаша қуанып, көтеріп алып қолынан түсірмейтін. Қазақ халқында құда 1000 жылдық дейтін дәстүрлі сөз бар. Бұл сөздің астарында мән берген Азамат Мұхамедұлы Лим мен Айнагүлдің ата-аналары Эрик пен Эн, Қанат Айгүлдің ата-аналары Қайролла мен Румияны, Болат Ләззаттың ата-аналары Жаңбырбай мен Рахатты, Қуанышбек пен Ақкенженің ата-аналары Мұхтар мен Айгүл есімді құда-құдағиларын ерекше құрметтейтін. Әтте, арманы көп, жүрегі кең, жүзі тек жылулық шашып тұратын жан еді. Сол кең жүректің ерте тоқтайтынын сезіп, өзінен кейін игі істер қалдыруға, адамдарға жақсылық жасауға асық болатын. Оның қолы тиген жерге гүл шығып, күрегі тиген жерге ну орманға айналатын. Кенже баламның шаңырақ көтергенін көрсем, құдалармен аралассам деп армандаушы еді. Кетерінің алдында өзі таңдап алған жеміс ағаштарын, көшеттерін наурызда жақсы өскен басқа ағаштардың бұтағына будандастырамын деп жоспарлаған. Әкенің көзіндей болған сол көшеттер биыл көктемде жайқалып жақсы шықты. Азамат Мұхамедұлы жақындары мен замандастарының есінде әулеттің тұғыры берік тірегі, отағасы, сыйлы құда, елге сыйлы азамат, әріптес, адал дос ретінде қалды. Нар тұлғалы азаматтың бейнесі жары мен ұрпақтарының жүрегінде. Алла тағала артында қалған ұрпақтарына ұзақ ғұмыр берсін. Жатқан жері жарық, топырағы торқа, жаны жәннатта болсын. Мен ана әйелді көп представляла, почему көрдік бақтысында енді болды ма? Руы Қосай Байбол, Есенбет. Дүниеге келген күні
2 қазан 1954 жыл. Дүниеден өткен күні 24 қараша 2022 жыл. Жатқан жері жайлы, топырағы торға, төрі жұмақ болғай. RS Media.